Торнадо командасы. Ноябрда Ош мээринин кубогу болот 18:00 келгиле Ош улуттук драма театрына 20-чы. Мынау не мынау? Нормальный киши. Көңілді жігіттердің президенті. Уаңында легендарлы ноунейм командасын қарма тұрған киши мынау. Тартқан рекламасын қарап, бір ұрсаң. Әннен ұрасың, өзін ұрмайсың ба? Қан тұрам өзін қарасаң. Қадыр ака, сіз дағы бір оғыз үкәләрін вайын тартып берің десеңіз, онтып шарманда қылы өрбей бізді. Ассалаумалейкум, hoş қандайсыздар? Қарашы. Қарасаңшы. Ош бізді сағынды. Біз Күйөрманды сағындық. Мұнау көңілді жігіттерді сағындық. Бұл сахнаға шықпағанымызға 3 жыл болып тұр. 3 жыл. 2 жыл ластан, 2 жыл болды. 1 жыл декретте жүрдім ғой мен. Жігіттер, Ош өзгөріп кетіп тұр ғой. Айтпа. Ошты адашып қалдым ғой мен. Вообще. Ош барғымда Тимурдай болып кетіп тұр ғой. Неге? Өсіп, өнігіп кетіп тұр ғой Ош. Андачы Ош шарының бюджеті Салежан сендей болып қалып тұр. Неге? Күн сайын толып атады ғой. Анан. Ош шарының жолдары жо. Икрам акамдың машындай болып қалып тұр. Неге? Тап таза ғой жүрген. Жігіттер, ұқтыңар ғой? Бақтияр Тоқторов біздің ағабас бар ғой, ұршы. Ошол депутаттыққа талапкерлігін қойып тұр ғой. Болсын ошол депутат. Бізден дағы шықсын бірі. Жоқ, жақсы болғаны. Бірақ бірінші мыйзамы не екен, білесіңер бе? Не екен? Гимнді өзгертеткен. Қайсыға? Білесің ғой ме? Елестет, гимнді өзгертсе, ертеменен мектеп университеттерде. Дастан, мұны Тимурды үйлентпесек болбай қалды. Бұға қарағанда маймыл үйленіп кететілі ғой жече. Бізге құлақ салбайды, Гүлназже, Алтышқа. Сіз мұнау біз жолықтықты алпарас қо. Ошоға мұнан алпарып, өзін оқшыр ұзын кәңгір баш бір. Шланга бір. Дем алса болды бір қыстауайлы шеше. Тура. Албетте мақұл, өзі мақұл болса. Команда медесе шо? Жігіттер, бүгін бізге жеңіш керек. Жеңіш? Жеңіш Қырғызстанға керек. Қырғызстанға емес, әрбір облысқа, әрбір районға жеңіш керек. Жұмыстар болып отабы? Жақсы, шүкір. Қадыр, сен бір жақсы ведущийсің, жөнөкөй. Мен шарда сен жүруден өзің қорқосың ба? Жоқ. Жоғат бұл телактарыңды. Дастан. Шеп, О деп үйіңді айтасың, аялыңа. Болды. Дастан, бұл комок саға қарай ба? Комок маға қарайды, шеп, маға қарайды. Менікі комок. Ушунчалық елдің алдына КВН-де тұрсаң, комогын жауап қойсаң болмай. Кешіресіз, шеп. Гүлназ, қызым, немеге кечігіп жүресің? Немеге чешініп алдың? Қызым, суық түшіп отады, қыш келіп отады, жылуырақ киінген. Сен Қырғызстанға керексің.
Кадыр, сенден неме кемчилик? Эми бизге ушул лигабызга бир жакшы офис болсо, анан кичине техника болсо, командага ушуга окшогон нерсе офис алып берсеңиздер. Жазып кой. Жасалат. Икрам, сенден неме кемчилик? Айт, сенден неме кемчилик? Кемчилик ушун крышаны жабыш керек. Дагы. Анан тизен артын оңдош керек, кичине памперасат өстүрүш керек, жолдорду кылып ушундай кылып нерселер кылыш керек болот да така. Адамда кемчилик болот да. Жок. Кемчилик адамда болот, менде болбош керек дейм да. Икрам, токто, Икрам. Сага бир прикол көрсөтөйүнбү? Икрам, бара бер. Дастан, О, шеп. кабагың жаппапсың го? Замок иштебей атчы. Балдар, бу жерде өзүн эме болуп атат. Ай, урматтуу мэр, бүгүн сиздин кубогуңуз болуп атпайбы бул жерде? Ай, менин кубогум Ооба. ба? Ой, менин кубогум болса, Кадыр, Торнадо командасына кубокты берип койгула. Түшүндүңбү? Татыктуусуна берсекпи деген ой болуп атат. Кадыр, качан гана сен өзүң уюштуруп, кубок койгонуңда ошо татыктууларга бере бересиң. Бүгүнкүсүнү Торнадо командасына берип койгула. Сен бала этият бол, өкөрөк окшойсуң, түшүп кетпегин дагы. Мэр, бүгүн оюнду башташ керек болуп, анан кантип баштасак деп жолун таппай атабыз. Ой, балдар, оюнду би менен баштайбыз да. Рахмат. Разылык бар болуңуздар. Урматтуу достор, элестетиңиздер, биздин эң алгачкы тамаша, биз жакшы көргөн, биз урматтаган Икрам Юлдашев байкебиздин башында болгон окуя. Но эки талчаш эмне турат бу жерде? Снос! Бизден кийинки тамаша, достор, фантазияны жандырыңыздар. Биздин сүйүктүү мэрибиз, Ош шаарынын мэри урматтуу Жеңишбек Токторбаев төрөлгөн күнү роддомдо болгон окуя. Ассаламу алейкум, доктор, кандайсыз? Жакшы, сүйүнчү. Сүйүүчү болсун. Уулду болдуңуз. Уулду болсом атыны Жеңишбек деп коем деп ниет кылгам да. Яшаң бол, ниетиңизге жеттиңиз. Доктор, балам кана, баламды көрөйүнчү. Şu балаңыз ушул жерде чуркап жүрөт да, тутуш керек болуп атат да. Урматтуу достор, бизден кийинки тамаша азыркы учурда актуалдуу болуп жаткан шайлоодо агитацияда болгон окуя. Так, урматтуу шайлоочулар, мына мени шайласаңар, мектеп салып берем. Мектеп бар бизде, бар ким салып атат бардыгы. Бар. Барбы, А? бала бакча салып берем. Бар. Бала бакча да? Жолуңарды оңдоп берем. Жолдорду салып койгон, теп-тегиз. Не кылсам экен? Эме, достойный иштеп берейин. Достойный иштеп аткан бар, бир эмес экөө. Үчөө. Ошто дагы бирөө бар. Анда мен не кылайын? Сен үкем бизге просто муш айткыбагын, мына биз иштеп берейли. Балды. Кадыр, сен кичине чыгып кетипсиң да.
3 метр сунос болгон. Мына тақтаңды дағы ала кет. Урматтуу туугандар, Торнадо командасы бүгүнкү оюнубузда дал ушул Ордо Улуу шаарынын урматтуу мэри Жеңишбек Токторбаев байкебиздин эң сонун сөзү менен бүтүрөбүз. Урматтуу Оштун туугандары, Ошту ушунчалык таза тыкан кармаңыздар. Убакыты келет, биз кетебиз. Шаар сиздерге калат. Чоң рахмат!